Математика. Сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. 10-ші бет. Оқу мақсаты: екі шамалды, жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу ретін анықтау, олардың мәнін табу. Кешегі сабақта айтқанымыздай, арифметикалық 4 амал бар: қосу, азайту, көбейту және бөлу. Қосу компоненттерін есімізге түсірейік. Қосылғыш, қосындының мәні. Азайту амалының компоненттері: азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Бөлу амалының компоненттері: бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Көбейту амалының компоненттері: көбейткіш, көбейткіш, көбейтіндінің мәні. Оқулығының 10-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қара. Суретте көріп тұрғаның біздің еліміздегі су қоймалары. Су қоймасы дегеніміз су қоры жиналатын жерді айтады. Су қоймаларының ең тереңдігін білейік. Ол үшін берілген өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтаймыз. Өрнекті оқимын. 100, азайту 2, көбейту 9, қосу 2. Бізде 3 арифметикалық амал бар: азайту, көбейту, қосу. Қандай амалды бірінші орындауым керек? Әрине, көбейтуді бірінші орындаймыз. 2 мен 9-дың көбейтіндісін тауып аламыз. Одан кейін азайту амалын орындаймыз. Соңынан қосуды орындаймыз. 2 мен 9-дың көбейтіндісі қанша болады? Әрине, 2 9 18. Енді 100-ден 18-ді азайтамыз. 82 болады. 82-ге 2-ні қосамыз. 84 болады. Шыққан 84 өрнектің мәні. Осы 84-ті су қоймасы бұқтырма деп аталатын тұстан көруге болады. Сонымен, Ертіс өзенінде орналасқан бұқтырма су қоймасының тереңдігі 84 метр болды. Өте терең екен, балалар. Енді қалған 2 өрнекті өзің есепте. Сен енді Қапшағай су қоймасының және Шардара су қоймасының тереңдіктері қандай екенін табатын боласың. Қолыңа қарындашыңды алып, амалдардың орындалу ретін 1-ші, 2-ші, 3-ші деп қойып отырсаң, шатаспайсың. 11-ші беттегі 2-ші тапсырманың А бөліміне назар аудар. Тыңда. Бөшкеде 40 литр су бар. Ал флягадағы судың одан 15 литрі кем. Флягада неше литр су бар? Санды мәліметтердің астын оқи отырып сыз, шартын құр, не белгісіз? Есепте жауабын жаз. 11-ші беттегі 5-ші тапсырманы орында. Өрнекті жазамыз. Амалдардың орындалу тәртібін қарындашпен үстіне белгілейміз.
Одан соң өрнектің мәнін табамыз. Дәл осы беттегі 6-шы тапсырманы орындап тексереміз. Азайту амалын қосумен тексереміз, ал қосу амалын азайтумен тексереміз.